Петропавлда қоғамдық келісім мен ұлттық бірлікті нығайту саласындағы қоғамдық құрылымдардың рөлі атты республикалық лекторий өтті. Басқосудың мақсаты жұртшылық арасында қоғамдық келісім мен бірлікті қамтамасыз ету. Іс-шараға Қазақстан Халқы Ассамблеясының өзге өңірлердегі өкілдері де қатысып пікір алмасты. Такой площадкой для обмена опытом. Бұл іс-шара, яғни бүгінгі лекторий тәжірибе алмасуға, өзекті идеяларды талқылап дамытуға көмектеседі. Өзге облыстардан қонақтар келді, барлығы белсенді. Мұндай байланыс еліміздегі ұлтаралық бірлікті сақтауға да оң әсер етеді. Шараға арнайы келген қонақтардың бірі қазақ тілі мен мәдениеті қоғамдық бірлестігінің төрағасы Марат Қойшин. Ақмолалық азамат баяндамасында мемлекеттік тіл мәртебесіне басымдық беріпті. Әділ Қазақстанға бағдар алдық қой енді. Батыл қадамдар жасау керек. Мемлекеттік қызметкерлер міндетті түрде біздің өз мемлекеттік тілмен сөйлеу керек. Атадан мемлекеттік жұмыскер ғой. Сондай-ақ бұл іс-шараға жастар ассамблеясының өкілдері де қатысты. Ұйымдастырушылар жастарды тәжірибе толықтырсын, білікті мамандармен танысын деген мақсатта арнайы шақырыпты. Гүлден Сембаева, МТРК.